Әдемілік жайлы қауіпті жеті стереотип. Бәріне сәлем, менің интернет құрбыларым, сендермен әрдайым. Мен сүйікті достарың Санжар Айдар. Түркиядан жалынды сәлем. Біле білсеңдер, әдемі қыздардың жол болды. Олардың артынан барлығы жүгіріп, қаншама жігіттер өздері жазып, оларды барлығы жақсы көріп, сәйкесінше қажетті жігітті де тез тауып, бақытты болып кетеді. Таныс ой пікір ме? Қоғамдық пікірлер, кинолар, теледидар және инстаграм әдемі қыздар жайында көптеген аңыздарды туындатқан болатын. Біздің ойымызша әдемі қыздар еш қиындықтарға мүлдем тап болмай, барлығы оларға жеңіл көрініп, кез келген мақсатқа оп-оңай жетеді деп ойлап жатамыз. Осындай ойлар болса, сенің көңіл күйіңді түсіріп жатады. Бірақ айтылғандардың барлығы шындыққа жанасады ма? Мен өз құрбыларым үшін арнайы тергеу жұмыстарын жасап, қыздардың өмірін қиындататын қауіпті стереотиптардың барлығын анықтадым. Дайынсың ба? Онда кеттік. Біріншісі, әдемі қыздарға жігіт табу жеңілірек. Бұл ең басты әрі жиі кездесетін аңыз. Қыз әдемі болса, болды жігіттерден кезек құралып, ол тезақ бақыттары қатынасқа ие болады деп ойлайтындар үшін мойындаймын. Жігіттерге сол қыздар ұнайды және ондай қыздарда ерекше назар болса да, олардың өмірінде барлығы ертегідей емес. Сымбатты рыцарь келіп, ханшайым үшін айдаһарды өлтіріп, оны құтқарып алады. Проснись. Негізінде ара қатынаста сұлулық бірінші орында тұрмайды. Себебі адамдар бір нақты әдемілікке емес, жалпылай адамның образына ғашық болып жатады. Жігіт деген сенің әдемі бетіне қарап қана қоймай, шашыңды дұрыстауыңа немесе тамақты қызық ішуіңе де ғашық бола алады. Тағы да мысал ретінде мультик қарауды жақсы көру үшін де көп жігіттер әдемі қыздардан қашып жатады. Себебі оларды өзінше суық және алынбайтын қамал ретінде елестетеді. Сол үшін де танысуға да жақындамауы мүмкін. Бірден жоқ деген жауаптан қорқып тұрып. Ал бұл жігіттердің барлығы менің құрбыларыма тиесілі болады. Айтпақшы, бұл пунктте тағы да сен аздап толық болсаң, сені ешкім жақсы көрмейді, немесе сенде 0-ші размер болса, бәрі бітті деген және тағы басқа алжыған аңыздардың барлығы кіреді. Құрбыларым, бұл жерде мәселе сұлулықта емес, өзіңді қалай бар, тура солай болғаның үшін жақсы көріп, сенің де өзіңнің жақсы қырларың бар екенін ұмытпа. Екінші, әдемілерді барлығы жақсы көреді. Адамдар білімді кешіре алады, талантты да кешіре алады, бірақ сұлулықты емес. Ешқашан. Себебі біле білсеңдер, адамдар көбінесе сондай бір қызған жыландар болып келеді. Менде тура сондай. Сол үшін ұжымда сол қыздарды көбіне жақсы көрмей жатады. Бұның барлығы қызған есебінен болады. Мысалы, оларға кішкентай кездерінен ақ мектептегі мұғалімдер де тиісіп, сыныптастар мазақ етіп жатады. Және егер сен менде сол құрбым болып, неге мені мектепте бір мұғалім ұрса береді деп ойлайтын болсаң, онда оның есі алып жасы келіп, сені көре алмайтындықтан ғана. Себебі сен менде сондай әдемісің. Сенің өмірің енді басталып жатса, ол осы жерде пенсияға дейін жұмыс жасайды. Осы үшін әдемі кісілерге қоршаған ортадан жылулық пен жанашырлық жетпей жатады. Сол үшін сен әдемі болып туылсаң, онда бүкіл әлемдік махаббат саған ашық болады деген бір тупой стереотипқа сенудің қажеті жоқ. Үшінші, әдемі жандар ешқашан жалғыз қалмайды. Сендер келесідей сөздерді көп естіген боларсыңдар. Құдай-ау, өте әдемісің ғой, сенің жалғыз екеніңе сенбеймін де. Менің ойымша бұның себебі жігіттердің әдемі қыздармен таныспауында. Өйткені олар осындай сұлу қыздардың басы бос болмай, жігіттері бар екен деп ойлап жатады. Біз қателесіп, әдемі кісілердің өмірлері басқалардықтен әлдеқайда қызығырақ әрі көңілдірек деп ойлап жатамыз. Бірақ бұл әрдайым олай бола бермейді. Сұлулық әрине назарды өзіне аудартады. Алайда
бақытты өмірдің кепілдігі бола алмайды. Төртінші, әдемі қыздарда комплекстар жоқ. Бұл сөздер менің құрбыларым жалған болып келеді. Комплекстар бәрінде бар, және барлығы бір нәрселерге үнемі риза болмай жатады. Менде тура солай. Түрім неге соншама қорқынышты еді. Қалай ғана менің құрбыларым маған шыдап жатады деген ойларға негізі жиі батып жатамын. Ең сұлу актрисалар мен модельдердің өздері де комплекстерден зардап шегіп өздеріне толықтай риза болмай жатады. Әрине, сенуге қиын, бірақ арық әрі аяқтары түзу келген қыздар да өздері туралы неше түрлі ойлап жатады. Себебі олардан да сымбаттырақ, жас және табысты адамдар кезігіп жатады. Әдемілік индустриясы шынымен ешкім жете алмайтын идеалды ойлап тауып, көпшілік оған жетемдеп өздеріне қайта зиян жасап жатыр. Шаршататын диеталар, пластикалық операциялар, қиын тренировкалар бізге ешқашан идеалды бет әлпетті жасап бере алмайды. Себебі бізге бұның барлығы да аз болады. Бесінші, әдеміліктен басқа ода ешнәрсе жоқ. Ода жиі кездесетін стереотиптердің бірі болып келеді. Айтып жатады ғой, сен әдемі немесе ақылды болып қана туыласың. Осындай сөздерді сен де естіген шығарсың. Көбісі әдемі қыздарда ми жоқ дегенге емес, олардың сұлулығы бар болса, миын пайдаланбаса болады дегенге сенімді болып жатады. Бірақ бұл ақмақ тұжырым. Кейде сұлулар мүлдем ми болмағандықтан олар өз мақсаттарына жету үшін өздерінің бет әлпеттерін қолдануы жөн көреді. Ал мақсаттары олардың әдеттегідей. Бұл қала сыртындағы зәулем үй мен өте қымбат бір қызыл түсті көлік болып келеді. Бірақ сұлу келген қыздардың барлығы ондай емес. Алтыншы, оның жай ғана жол болды. Табиғат ана қызға сұлулықты беремін деп жомарт болса да, қызға жақсы форманы сақтау үшін жай барақат жүру жеткіліксіз болады. Себебі ол әдемі болса, онда оған өте жоғарғы талаптар қойыла бастайды. Оған қателік жасауды ешкім кешірмейді де. Мысалы, оның дұрыс таңдалған киімі, жақсы маникюрі, әдемі шаштары болуы қажет. Әйтпесе мен алдында айтқан ұжымдағы сол бір көре алмайтын қызғаншақтар ол қыздың ең кішкентай кемшіліктерінде микроскоппен көруге дайын тұрады. Артынша оларды талқылап, қызды қорлап, өздерін соның есебінен көтеру үшін. Түсінесіңдер ме, құрбыларым, қыз қанша жерден табиғаттан әдемі болып келсе де, бұл уақытша нәрсе. Және оның әдемілігін оңай жоғалтып алуға болады. Егер ол оған күтім жасамай қарайтын болса, бұл талант немесе білім емес, оны сақтап қалып көбейтуге болмайды. Мен жақсы білетін бір әдемі қыздың артынан жігіттер тобырмен жүгіретін. Уақыт өте келе ол өзімшіл бола бастап, өзін тастап кетті. Солай дәл қазір ешкімге керек болмай қалды. Жетінші, әдемі кісілер тұрақты емес. Әрине, менің жаңадан бері айтып келе жатқан әңгімемнен байқағандарыңдай, олар әрине бәріне ұнайды. Және қыздар жігіттерді қолғап тәрізді тез ауыстырып жатады. Себебі оларда үлкен кезек тұр. Әрине, бұл нәрселер ақиқат емес. Тұрақтылық пен адалдылық сияқты қасиеттер мүлдем бет әлпетке тәуелді емес. Бір жағынан сенің жігітің саған адал болғанның бір себебі оған басқалардың тарапынан ешнәрсе ұсынбауында емес қой. Сол үшін әдемі қыздарға жайдан жай тиісуді қойып, қызғанышқа салына бермей, өз көңіл күйіңді сүрмеу керек. Бұндай әдіспен сен өзіңе жақсылық жасамайсың. Одан да өзіңе фокус жасап, дамуға тырыс. Күннен күнге күштірек бол. Сонда ғана адамдар саған өздері тартылады. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардың құрғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше. Ew.